Ассаламу-алейкум. Қырым пахлавасын дайындаймыз. Ол үшін жылы сірімізге ертілген сармайымызды, қамыр қопсытқышымызды, тұзымызды салып, қаймағымызды салып, жақсылап араластырып, үстіне ұнымызды сала отырып біртіндеп жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін оны 4 бөлікке бөліп тындырып қоямыз. Енді қамырымызды тындырғаннан кейін оны жұп-жұқа етіп жайып, оны 15 минут бетін кептіріп қоямыз. 15 минуттан кейін рулет құсатып орап, жан-жағын осылай шетін сулап жіберіп, тағы да орап шығамыз. Енді рулет сияқты оралған қамырымызды осылай қиғашынан кесіп шығамыз. Ортасын ашамыз. Қызып тұрған майда орташа отта қызырғанша қуырып аламыз. Енді сиропымызды дайындаймыз. Сиропымыз үшін секерімізге суымызды құйып, орташа отта қайнатамыз. Үстіне лимон шырынын және де балды құйып, жақсылап араластырып, 15 минуттай қайнатамыз. Осымен сиропымыз дайын. Енді дайын сиропқа пахлаваларымызды салып, малып шығып, осылай жинаймыз. Осымен пахлавамыз дайын. Ас болсын.